Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін Lab Voice, яғни мәтінді аудиоға айналдыру платформасына тоқталмақшымын. Басты бетімне осы күйде ашылады. Сілтемесін төменге қалдыратын боламын. Енді өздеріңіздің Google аккаунттарыңызбен тіркеліп аласыздар. Менге тіркеліп тұрғандықтан автоматты түрде қосылып тұрмын. Тіркелу жолы қиын емес. Енді міне басты беті мына күйде ашылып тұр. Осы жерден міне қарасаңыздар, сол жағда меню ашылып тұр. Менюдің бірінші несі тоқталмақшымын. Файлдан жүктеуге болады, немесе мәтінмен. Мен қарапайым мәтінді енгізу арқылы соны аудиоға айналдырамын. Ол үшін міне бірінші мүмкіндікті таңдап тұрмын. Мына жерде міне Enter your text деп тұр ғой, осы жерге өзімнің мәтінімді қоятын боламын. Мәтінді алдына дайындап алдым. Сол мәтінді қоятын боламын. Мына жердегі міне төмен жағында кредит беріліп тұр, осы кредитті қолдана аламыз. Енді арман қарайым жазып болды. Мына жерде енді мен оң жағындағы бөлімнің ішінен English деп тұр ғой, сол жерде мен English'тен Қазақстан таңдаймын, қазақ тіліне. Мына жерге жазсам болады, жылдам тауып алсын, немесе айналдырып іздеу жолағы арқылы да тауып алуымызға болады. Не, Қазақстан деп шығып тұр. Осының ішінде біреуі Айгүл, біреуі Дәулет. Мен енді Дәулетті таңдайын деп тұрмын, наурыз мерекесіне. Арман қарай жалғастыру. Осы жерді жалғастырамыз. Арман қарай бізге мына жерде генерейт деп тұр ғой, осы батырманы басатын боламын. Мен Дәулетті таңдадым, қазақ тілін таңдадым, мәтінді енгіздім, енді міне генерейт. Сол кезде бізге генерация жасалады, бізге аудиомыз дайын болады. Міне, біздің мәтініміз дайын болды. Енді осыны көшіріп аламыз. Ол үшін мына мәтін не жатыр ғой, осының мына жағында міне қажет батырмасы, осыны басамын. Міне, маған загрузка бөліміне көшірілді. Осы жерден осы аудионы алып, басқа платформа арқылы кез келген кейіпкерді сөйлетіп көруімізге болады. Одан басқа мына жерде міне мәтінді файл to switch дейді. Бұл жерден файл жүктейміз. Мына жердің әр қадам ішіне алып барып, дайын файлымыз болатын болса, сол файлды мәтінімізді мысалы жүктеуімізге болады. Сонда аудиоға айналдырып аламыз. E-book to аудиобук дейді. Мына жерде қарасаңыздар, енді бұны жасап көргенім жоқ. Бұны мына жерде мысалы аудиобук жасалады деп жазылып тұр мысалға. Мына жерге ол үшін біз ақылды нұсқаға кетіп боламыз. Pro версиясына қол жетімді екен. Енді біздің пайдаланып отырғанымыз тегін нұсқасы история дейді. Мысалы бұрынғы жасағандарымыз мүмкін историяда не болады, тұрады екен. Бұрынғы жасағандарымыз историяда тұрады екен. Өшіріп тастауымызға да болады. Мысалы керек емес, мысалы мына екеуі керек емес пе? Таңдадым да өшіріп тастаймын. Міне біз бүгін сонда, яғни Lab Voice, яғни мәтінді аудиоға айналдыру платформасына тоқталдық. Егер де сіздерге видео пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басып, каналды қолдай отырыңыздар.